Дзюдодан Азия ойындарында ел намысын қорғайтын қыз жігіттері белгілі болды. Байрақты бәсекеге баратын спортшылардың тізімінде Олимпиада чемпионы Елдос Сметов пен әлем чемпионатының жүлдегері Абиба Абужақынова да бар. Орал қаласында садақ атудан ел чемпионаты өтіп жатыр. Бұл сынға еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ге жуық үміткер жиналды. Кеше классикалық сайыста финалға жолдамалға мықтылар анықталды. Ерлер арасында Жетісу өңірінің намысын қорғаған Илфат Абдулин мен Дәулеткелді Жаңбырбай іріктеуден іркілмей өтіп, шешуші сынға жолдамалды. Ал қыздар арасынан Александра Землянова мен Ақмола облысының мергені Самира Жұмағұлова оза шапты. Әзірше жалпы командалық есепте Жетісу облысының спортшылары топ бастап тұр. Олар 8 бірдей финалдық жолдамаға иелік етті. Ертең жекелей сайыстың жеңімпаздары белгілі болады. Ал бүгін командалық және аралас жұп бойынша жүлделі орындар сарапқа салынады. Теннисші қыз жігіттер енді хард кортына бейімделе бастайды. Өйткені тамыз айында үлкен дулыға жарыстарының бірі Америка ашық біріншілігі бар. Қазір мықтылардың біразы Вашингтондағы дәстүрлі жарыста бақ сынап жатыр. Кеше кортқа 46 жастағы Винус Уильямс шықты. Әлемнің экс-бірінші ракеткасына ұйымдастырушылар арнайы wild card берген екен, алайда Винус бірінші айналымнан аса алған жоқ. Өзінен 21 жас кіші Анастасия Потаповамен кездескен Винус қарсыласына 3-6, 3-6 есебімен 2 сетте жол берді. Bir кездері сіңілісі Серена екеуі теннис кортында дауыл тұрғызып жүлдені кезек бөліскен кездер болған. Қазір жастармен жағаласу қиын екенін Уильямстар жете түсінді. Дегенмен теннис кортынан алыстай алмай жүр, өйткені теннис олардың сүйікті кәсібі. Қатарынан 3-1 дүниелік доп-додасынан шет қалған Италия құрамасын енді Роберто Манчини баптайды. Бұл туралы елдегі футбол федерациясының басшысы Джованни Малага мәлімдеді. Оған дейін Италия футболшыларын 2018 және 2023 жылдар аралығында жаттықтырған Манчини 2020 жылы Еуропа чемпионы атанған болатын. Одан кейін біраз жерде жұмыс істеген бапкер енді міне Италия тізгінінің қолына қайталды. 4 дүркін әлем чемпиондарының соңғы іріктеулерде ірілік таныта алмағаны тифозилердің арқасына аяздай батып жүр. Енді Манчини көкжиделі футболшыларды жеңіске бастай алмаса, жанкүйерлердің кешірмесі анық. Сондықтан бапкер ғана емес, Манчиниді шақыртқан Италия футболының басшылары да үлкен жауапкершілікті жүктеп алды. Жандос Айтбайұлы, 24 KZ.